Бұл $1 миллион. Ал мұна 15 ірі ютуберлер. Бізде мұнда Логан Пол, Белла Порш, CHC және тағы басқалары. Олар ауқымда 10 сынақтан өтеді. Ал ішіндегі әрбір жеңімпаз $1 миллионға күреседі. Бірінші сынақ Олимп жүгірмегі. Кім бірінші оны ұстаса, сол ары қарай өтеді. Басталды! Мен сені қуып жетем. Мен айтып кеткендей, бұл видеода тек 10 орын бар, ал қатысушылар саны 15. Тоқтай тұр, достым. Кім бірінші десе, сол орын алады. Құдайым-ау, мынаған қараңдар. Мен саған жетемін. Мұның тез болды. Әлемдегі ең жылдам мен. Екінші сынақ келесі қатысушыны таңда. Қалай ойлап таптық? Бәрі оңай екен ғой. Мынау жеңімпаздар орны, алғашқы екеуі сендердікі. Тіптен жеңіл болды. Мен жалғастырам. Үшінші сынақта біз бәрінің көзін байладық. Ақшаны мына 10 миллиард тұратын стадионның үстіңгі қабатына жасырдық. Ана жаққа қараңдар, олар түк түсінбей алаңның ортасында тұр. Көздеріңді ашсаңдар болады. 1 миллион стадионның бір жерінде жасырула. Бірінші тауып ұстаса, сол ары қарай өтеді. Жүгірдік! Оны еш жерден көріп тұрған жоқпын. 4-ші қабатта тексерген жөн. Мен 6-ші қабатқа барамын, өйткені мұнда жұлдыз жатыр. Мен 3-ші қабаттамын. $1 миллион. Ол біріншіде болу керек. Олар төбеге бармады. Мен 4-ші қабатты көл жүгіріп шықтым. Дым таппадым. Қараңдар, едегі нұр. Кеттік төбеге. 6-ші қабат. Мұнда камералар. Бұл бір нәрсені білдіреді. Мұнда камера бар. Әбден жүгіріп болдым. Я! О, мен $1 миллион таптым. Ақша табылды. Жоқ. Осы үшін оянғаныма ризамын. Біз қалған қатысушыларды және 3 жеңімпазды YouTube театрына келдік. Ол дәл стадион жанында. Ары қарай бізде викторина және ол өте оңай. Тек бірақ сұрақ. Барлық жиналғандардың оқырмандарын және менікін де қосқандағы саны қанша? Мен сендерге 1 минут берем. Сәттілік. Мен барлығанына қарап шыққам, бірақ кімде қанша жазылушы бар екенін білмеймін. Мен аспанға саусағымды көтере салам. Себебі 1 минутына математика жетпейді. Ол әшейін арифметика. Престон, сендер нешеу? 20 ма? Соған жуық. Логан, сенде ше? 23. Сұрай беруді Ол қойшы. жақында ғана 20 жинаған сияқты еді ғой. Мен ешкімге айтпаймын. Жігіттер, ал сендерде неше жанкүйерлер? Менде 8-2. Менде 5-те 8. Нешеде ойлайсың? Мен де білмеймін. Зак сұрау жасап жүрген сияқты. Зак барлығынан олардың оқырмандар санын сұрастырып жүр. 20 секунд қалды. Менің жауабымды көргіңіз келе ме? Мұнда 1-0 жетіспейді. Солай, бұл тек менің болжамым. 10 секунд. 3, 2, 1. Болды. Қаламды тастаңдар. Барлық оқырман саны 233 миллион 42 мың 520. CHC-ден басқа ешкімнің жауабы сәйкес келмеді. Құттықтаймын, Зак. Жарайсың. Сейіп қой. Ал енді біз 10 қатысушының 4-еуін таңдап алдық. Келесі кезеңде біз бүкіл стадионды картонды Карлдың мүсінімен толтырып қойдық. Бірақ олардың арасында шынайы Карл да бар. Кім бірінші оны тапса, сол ары қарай өтеді. Барсаңдар болады. Құдайым-ау, жүгіріп бара жатыр, жүгіріп. Мен қимылды байқап қалармын деп, жан-жағыма лақтап жүрмін. Карл, сондай бір түрлі екен. Адамдар соншалықты көп, олар мені таба алмайды. Жігіт қайда? Мен сені табамын, Карл. Неге бұл мүсіндер шынайыға қатты келеді? Сендер Карлды іздеп жүрсіңдер, оның бойы 1.80-дей болады. Джимми менің ұзын екенді айтып қой. Менің ойымша бұл жарыста Белла жеңіп шығатын сияқты. Тоқтай тұр, сонда ол дұрыс жолда келе жатыр. Жарайды, мен Белланың артынан кеттім. Ой, құдай. Эй, ол Чендлер ғой. Бұл уақыттың еншісінде қобалжып тұрғандай. Жақсы екен. Құдай-ай. Мен ана таптым. Құттықтаймын, сен мені Ал таптың. мен енді бұлай деп жатқан едім. Жерде отыр екен ғой. Мен қажетті қабатта болған. Қанекей, біз қатысушылардың тең жартысын жинап алдық. Мен қалған оның ішінде болғанымда қобалжып бастайтын едім. Мен екінші жартысында боламын. Эрақ көптен бері бірде бір сөз айтпаған еді. Сен осы Солай. жарысқа қатысып жүрсің бе әлде жоқ па? Соны айтшы маған. Мен тырысып жатырмын. Бізде тапсырыспен жасалған әрқайсының қуыршақ кейпі бар. Оны мына мылтыққа саламыз. Анау жаққа қарасаңда үлкен мишенді байқайсыңдар. Міне сенің қуыршағың. Қозғалма. Менің ойымша мынау дұрыс бір. Бұл жаман көрсеткіш емес. Келесі кім? Оның бойының қысқалығы сонша ол дәлдеуге жете алмай жатыр. Сондықтан Мэтт Дейвисті мініп алды. осын айт. Ол ортаға жетуге
Өтірік айтпаймын, ол жеңі мүмкін. Үш ойыншықтан нысанаға дәл тиді. Олар мен ойлағаннан да жақсы атады екен. Қатты төменде емес, қатты жоғарыда емес көзеу керек. Алтын ортасы қажет. Қараңдар, ол өзі айтып өзі жеңіліп қалады. Бұл әрбір ойын тапқырдың тағдыры. Осылай. Бұл негізінде жаман емес. Мынау менің қуыршағым, және ол дәл ортаға тиеді. Охо, өте жақын. Мен тіпті кімнің көш басында екенді білмеймін. Бұл өлшеудің ең күшті әдісі екенін бәрі біледі. Ол ортадан бас бармақ пен кіші саусақты жерде тұр. And for this next competition, these 9 creators are going head-to-head in a talent show with... Ал оларда сынаушы доктор Фил болады. Қатысушылар сіздің нені сынайын деп жатқанын біледі ме деп сұрап жатыр. Егер менің жүрегім айтса жаман, болмаса жақсы. Доктор мырза, сізбен танысқаныма қуаныштым. Жағдайың қалай? Сіз тұрғаннан кейін керемет. Бізге өз өнеріңді көрсет. Мен келе жатырмын. Бұл өте қауіпті. Жарайды, қане. Ай, саусағым, ай! Сенің қолыңнан келді, жасадым. Мен сізді сүйемін, доктор Фил. Жасай алды, білгенде тармыз. Ал келесі бізде Лекси Ривера. Керемет. Бұл менің қолымнан келетінің бәрі. Қолынан келет дегенің не? Бұл керемет, тамаша. Өнер шоуының жалғасуымен бірге, бір қатысушыда басқаларына қарағанда өнері молырақ екені байқалды. 3,14. Жақсы. Тепе-теңдігін жоғалтып алған түнгі ток-шоу жүргізушінің аты кім? Джимми Полин. Бұл қарапайым ақша қағазы, Сіз оған мен табылмас бір нәрсе салыңыз. Менде мұнда орамал бар, ұстаңыз оны, бәрі сол жерде жатыр. Абракадабра. Сиқыр өмірде жоқ, доктор Фил. Мен мынаны кесейін. Мынау сіздің ақшаңыз ба, доктор Фил? Бұл менің доллардағы суретім. Ал енді барлығы өз қабілеттерін көрсеткен соң, доктор Филдің шешім шығаратын уақыты келді. Менің ойымша жеңімпаз бол. Марк жеңімпаз болады. Құттықтаймын, Марк, сен арғарай өтесің. Келесі сынақ. Қалғаны 8 қатысушы. Бірақ бізде 3 орын бар. Күлкі ойын аяқталды. Енді бәрі қаталдау. Чендлер арғарай не екенін көрсетті. Кім бірінші туалет суын ағызып қайтамында келсе, сол жеңеді. Тезірек. Олар сондай жылдам. Енді не? Бас стадионда жүгіреміз бе? Олар мұна суды ағыза алатындарын түсінбепті. Алысқа барған сайын менің мүмкіндігім көбейеді. Мұның не деген сынақ өзі? Мен ана Брайанды көріп тұрмын. Оларға қызық деп ойлаймын, олар туалет іздеп жүр ғой. Менің ойымша жоқ. Жоқ. Күте тұр. Иә. Ағыздым. Жүгір. Мен бұны жасадым. Бұған сен алар емеспін. Құттықтаймын, Зак. Сен ең бірінші болып туалет тауып, оны ағыздың. Ал ары қарай тек екеу ғана өтеді. Келесі сынаққа біз әр қайсысында 100 кегелі бар 7 боулинг жолағын дайындап қойдық. Бірінші жолақта бізде Мэтт Пэттің бейнесі. Сен біріншісің. Боулинг. Бұл отбасымыздағы үлкен. Маңызды емес, лақтыр бол. Жарайды. Міне, ол лақтырды, көрейік. Оңға қарай кетті. Сен 86 кегел аттың. Бұл жеңу үшін жеткілікті ме білмеймін. Мен боулингтен жаманмын. Міне, Бола Порч. Қырынан кетті. Не? Әзілдейсіңдер ме? Ол бар жоғы 84-ін ғана құлатты. Мэтт сол Мен қалып алды жақын да. болып едім. Жай ғана кегел ату ғой, ә? Қане. Сол. Солға, қуаңдар солға. Қане. Сол. Лекси, сенің орында болғам.
Құдайым, қобалжып тұрмын. Престон, сен көп сынақтан жеңілдің. Ол Мэтпеттен мықтырақ па? Қазір білеміз. Жоқ сияқты. Мен тіпті санамаймын да. Сен мен $1 миллион жарыс арасында мына жігіт тұр. Соңына дейін доспыз. Мискита. Рак Мэтпетке қарсы. Жақсы соққа. Мен барып санап келейін. 14, 15, 16, 17, Мэтпет, сен жеңдің. Мен құрыдым. Олар қарай өтеді, ал біз келесі сынаққа кеттік. Енді соңғы сынақтың уақыты келді. Осында кімнің 1 миллион үшін тығылмақ ойнайтынын білетін боламыз. Мен өз жанкүйерлеріме кімнің келесі өтетінін шешуге 10 минут беремін. Мен мынаны YouTube тақтасына жіберемін. Дауыс берулеріңе қалағандарыңша әсер ете аласыздар. Кеттік, қане. Жазылушылармен бөліс. Өтінемін мен үшін дауыс бер. Қалайша жеңемін, қалай жеңемін. Өлім мен өмірісі. Өтінемін, мына сілтемеге өтіңдер. Дауыс беру жақындап келе жатыр. Белла Порч алды да. Тоқта, біз 2-ші орындамыз. Сен 3-ші орындасың. Белла, сен бәрін жеңіп бара жатсың. 36% дауыс саған. Мен Instagram сторисе және Twitterде бөлістім. Престон, сен Беллаға қарсы тұра алатын жалғыз жансың. Мен тырысып жатырмын. Сілтемені қалай көшті? 3 минут уақыт қалды. Белла сол қалпы бірінші орында. Филиппиндер оянды. Мен қанша рет Белла салдым? жаңа ғана тағы да пайыз жинап алды. I'm going to tell people to go for you, okay? Preston is competing for $1 million right now. I need you guys to click this link right here and vote for him. Құрттырма көмектесіңдер. Сонымен, Белла 36%-бен бірінші орында. Құттықтаймын, Белла. Мында келе ғой. Осы 10 жеңімпаз келесі видеода мына 1 миллион үшін күресетін болады. Өткізіп алмас үшін тіркеліп кетіңдер.